Ассалаумағалейкум баршаңызға да. Бүгін бізде Volkswagen Passat автокөлігі. Көлік от алмай қалған, қызбай қалған. В общем, осы причинаны кетіреміз. Причинаның барлығы түсіндіре кетейін. Мынау кілті, мынау щиток прибор. Кілт ашам. Ноукей деп шығады. Ноукей деген кілт жоқ деген сөз. Бұл проблема бізде компьютермен щиток прибордың арасында связь болады. Мысал үшін зажиганияде көп тұрып қалса, зажигание өстіп ашық қойып өлең тыңдап, аккумулятор аяқ астынан отырып қалса, синхронизация деген нәрсе бар компьютер мен щиток прибордың арасында. Сол екі диалог, былай кодтар өшіліп кетеді өзінен өзі. Соның кесірінен машина қызбайды. Міне қоямыз, мен сөндірем, тағы ашам. Ноукей, кілт жоқ. Аккумуляторды қуып өлтіріп тастаған жоқ. Мен стартермен бұрайым. Дым жоқ. Тағы ашам. Кілт жоқ. Бұл кілт жоқ емес, кілт бар. Чип барлығы жасап тұр. Бірақ сұрақтың барлығы, жауаптың барлығы компьютер мен щиток прибордың арасында связь коды өшіліп кеткен. Соны қазір қосып, оқытып онлайн операциямен орнына келтіретін боламыз. Жаңағы Passat'ымызды бітірген болатынбыз. Қазір зажигание ашайын. Ноукей деген жоқ. Енді қызып берем. Машин қызды. Болды, шаруа бітті. Осылай міне онлайн оқытып синхронизациясын жасап берген болатынбыз. Егер осындай жағдай кездесіп жатса, жаңағыды мына прибордан қарайсыңыз. Ноукей болса, онда хабарлассаңыз болады. Осындай. Тойоталарда мысал үшін қызыл тетік болады. Сол қызылдан шамнан көрініп тұрады, жанып сөніп тұрады. Егер зажигание ашсаң, машина қызбаса, зажигание ашасың да мигатит тұр ма, етпей тұруын соны қарайсың. Осылай мен Volkswagen Passat автокөлігін бітірген болатынбыз.